Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Асыра, алап, күлімдеу, жыбырлау, күңгірт, үңгір, баяу, түрту, мыжу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Сверх, долина, улыбаться, шевелиться, копошиться, тусклый, пещера, медленный, толкать, помять. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жаздым, сіздерге оқимын. Күтіп тұрыңыз. Түз. Ғарыш кемесі планетаның бетіне қонды. Келдік, деді оятты кеме ұжымының командирі. Ұжымның мүшелері бір-бірінен планетаның топырағына аяғын баса бастады. Кеме көк өсімдіктермен толы алапқа қонған еді. Айналада көз көру жеткенше жер планета сияқты көрініс болып табылды. Манадай планетаны жетейік деп 100 миллион шақырым асыра ұштық. Жаңа жерге көш келдіңіздер. Күлімдеп командир Ной айтты. Аңсауы толы айнала қарайтын адамдарға. Бұл планета шыны бұрынғы заманның жер планетасы сияқты көрініп тұр. Онға қонып, жаңа адамның отарын құрамыз. Планетаға жаңа жер атын қояйық. Қуанышты қойнына сыймай, айтты командирдің орынбасары Ноема Таил. Ескі жер жаһандық апатта жоғалып кеткенмен, бізге сақтау үшін басқа мүмкіндік берілген. Байсалды даусымен дедісім, ұжымның биолог маманы. Енді кемеден көйлектерді алып, планетаның зерттеуіне барайық. Бірнеше жаңа планетаның күнінен кейін жердегі зерттеушілердің экспедициясы тауларға жетті. Түнейтін орынды іздеуде олар бір тауда үңгірге тап болды. Үңгірден күңгірт жары көрініп жатты. Айналада мыжып қойған шөп болды. Іздер бойынша бұл жерде әлдеқандай тіршілік бар. Қара беріңдер. Үңгірдің ішінде біреу жыбырлап қозғалып жатыр. Ешкім көліктен сыртқа шықпайсыңдар, деді көлігінің жүргізуші, 30 жаста көрінетін ұжымның мүшесі. Үңгірден баяу жүріспен жаңа жер планетасының аю шығып, көлігінің бір жағына келіп, ona tabanдарымен түртіп берді. Сол сәтте мен ұйқыдан ояндым. Мә саған, қызық түз болды екен. Жағымда жатқан әйеліме айттым. Сон. Космический корабль приземлился на поверхность планеты. «Приехали», — сказал командир экипажа по имени Ной. Члены экипажа один за другим начали спускаться на грунт планеты. Корабль приземлился в долину, полную зеленых растений. Вокруг, куда ни глянь, были пейзажи, похожие на планету Земля. Мы пролетели свыше 100 миллионов километров, чтобы достичь такой вот планеты. Добро пожаловать на новую Землю, с улыбкой сказал командир Ной, полным новых устремлений, смотревшим вокруг людям. Эта планета действительно выглядит как Земля в прошлом. Приземлившись на ней, мы создадим новое поселение людей,
Давайте назовем планету Новая Земля, радостно сказал заместитель командира. Женщина по имени Ноэма. Хоть старая Земля была потеряна в результате глобальной катастрофы, нам дана еще одна возможность спастись, произнес серьезным голосом Сим, биолог экспедиции. Тогда давайте достанем из корабля транспорт и отправимся исследовать планету. Через несколько дней новой планеты экспедиция земных исследователей добралась до гор. В поисках места для ночлега они наткнулись на пещеру в одной горе. Из пещеры исходил тусклый свет. Вокруг была примятая трава. Судя по следам, здесь есть какая-то жизнь. Смотрите. Внутри пещеры кто-то шевелится. Никому не выходить из машины, сказал водитель, член экипажа лет 30. Из пещеры медленно вышел медведь, обитатель планеты Новая Земля. Подошел к одной стороне машины и толкнул ее лапами. В этот момент я проснулся. «Ну надо же, интересный был сон», — сказал я, лежавший рядом жене.